Ақтауда 12 дана жаңа автобус пайдалануға берілді. Бұл қоғамдық көліктер нөмірі 2 және нөмірі 4 бағытта халыққа қызмет көрсетеді. Ең бастысы, жаңа автобустар кіші сыйымдылықтағы көліктердің санын азайтып, қоғамдық транспорт мәселесін шешуге мүмкіндік береді. Айта кетейік, облыс орталығындағы автобустардың бір бөлігі соңғы рет 2011 жылы жаңартылған болатын. Содан 2020 жылға дейін қаладағы автобус маршруттарының қызметтерін ескі үлгідегі көліктер атқарып келді. 2020 жылдан бастап күні бүгінге дейін 50 дана қоғамдық көлік жаңартылды. Бүгінгі жаңалық енді мына өздеріңіз көріп отырсыздар. 12 барлық жағдайы бар автобустар біздің қалаға келіп жеткізілді. Ол үшін біздің қоғам бірталай жұмыс жасады. Әрине әкімшіліктің көмегімен біздер алдын ала төлейтін 15% ақшасын төледік. Ендігі жерде осы кәсіпкермен бірігісіп жұмыс жасаймыз. Елге қызмет жасаймыз. Содан түскен ақшаны біздер кейінгі лизинг төлемдерін орнына қоямыз. Соңғы үлгідегі жаңа қоғамдық көліктер сұранысқа сай, іші кең әрі жайлы. Сыйымдылығы 56 жолаушыны тасымалдауға дейін жетеді. Көліктердің ерекшелігі жазды күндері мұздатқыштарын пайдалануға болады. Сондай-ақ желісіз Wi-Fi, онлайн төлем жасауға валидаторлар орнатылған. Сонымен қатар жолаушылар қауіпсіздігі үшін 4 бейнекамерамен жабдықталған. 3 бейнекамера автобустың ішінде, біреуі сыртында. Айта кетейік, автобустардағы бейнекамералар облыстық полиция департаментінің жедел басқару орталығына тікелей қосылған. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі жандар үшін де қолайлы жағдай жасалған. Конечно, байқалады көрінісінен мүмкіндігі шектеулі жандарға доступ бар және кондиционері бар. Біздің ыстыққа өте маңызды, жақсы. Осы автобустарға алуға үлестерін қосқан адамдарға, ағаларымызға мында бір рахмет. Осылай жалғастыра берсін, көбейе берсін. Су жаңа қоғамдық көліктер 1 шілдеден бастап қолданысқа беріледі. Сондай-ақ корпорация жыл соңына дейін тағы да 16 автобус сатып алуды жоспарлап отыр. Дәметкен Саматқызы, Олжасбек Маденов, Ақтау Ньюс.